Сәлем достар, біз бүгін осындай салат дайындаймыз. Оның құрамына өздеріңіз көріп тұрғандай заттар қажет. Бірінші, осылай сәбізімізді өткізіп аламыз үккіштен. Содан кейін пиязымызды да осылай турап аламыз. Сосын қызып тұрған табамызға майымызды салып аламыз. Содан кейін үстіне сәбіз салып, жақсылап араластырып, 1-2 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта тұз, кристалл, өздеріңіз қалған дәмдеуіш себуге болады. Мен мына жерде қызыл бұрыш септім және қара бұрыш септім. Енді достар, үстіне жаңағы дайындап қойған брокколиімізді салып, пісіріп аламыз онда. Содан кейін ыдысымызға салып, үстіне укроп саламыз және салат жапырағын салсақ болады. Салат жапырағын салуды ұмытпаңыздар, осымен дәмдірек болады.